Қанапиянова Айнұр Әулесіна, директор көшбасшы, қазіргі таңда басшылық жасап отырған ұжымым Аягөз қаласындағы қалалық көпбейінді қазақ мектеп гимназиясы. Білім сапасы мен ғылымды ұштастыру, жаңа бастамашылық идеяларды тәжірибеге енгізу бойынша мектебіміз алдыңғы қатарлы мектептер көшінен көрінуде. Бүгінгі таңда ұжымда 104 мұғалім қызмет жасап, 1210 оқушы білім алуда. Мектеп миссиясы ұлттық құндылықтарға негізделген көшбасшылықты дамыту. 2022-2023 оқу жылын мектебіміз ауылдық жерлердегі тірек мектептердің әлеуетін арттыру жобасы аясында облыстағы бірінші тірек мектеп ретінде жұмысын бастап, қазіргі таңда 4 магниттік мектеп оқушыларының сапалы білім алу қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында мұғалімдерге әдістемелік қолдау көрсетіп, білім алушыларға қысқа мерзімді сессия сабақтарын ұйымдастыруда. Ұжымның көшін ілгерілету, заман талабына сай дамуын қамтамасыз ету тек басшының қолында тұрған іс емес. Ол үлкен жауапкершілікті сезіне білген білікті мамандардың ортақ іске жұмылуының нәтижесі. Мектепте орын алған қарапайым мәселеден бастап, үлкен келелістің шешілуіне дейін мұғалімдер, оқушылар команда болып, кірісіп, шешімін табуға ұмтылады. Командалық жұмыстың ортақ жемісіне ұмтылған білікті мамандар түрлі инновациялық жобаларды табысты іске асырып, тәжірибеге енгізуде. Еліміз бойынша енгізілген біртұтас тәрбие бағдарламасын жүзеге асыруда белсенділік танытудамыз. Осы бағдарлама аясында Даналық мектебі клубының қызметі ұйымның позитивті ата-ана мәдениетін қалыптастыру және дамыту жұмысының ажырамас бөлігі. Ата өсиеті, әже даналығы, аға қамқорлығы, жеңге кеңесі секцияларының жұмысы жаңа форматта жаңғыруда. Балалар кітапханасы, ұлттық мектеп лигасы, жаман әдеттен аулақ бол жобаларын жүзеге асыруда мектеп оқушыларын 100% қамтып отырмыз. Кітап оқуға құмар ұлттың негізін мектеп қабырғасында қалыптастыруға басымдық берілуде. Мектебімізде балалар кітапханасы жобасы аясында оқушылармен де, ұстаздармен де бірнеше жобалар жүзеге асты. Соның ішінде 5 кітап плюс 5 фильм менің капиталым атты мұғалімдермен ұйымдастырылған жоба қызықты болды десек болады. Жоба нәтижелері республикалық тамыз мәслихатында және Астана қаласындағы тәжірибені тарату департаментінде ұйымдастырған халықаралық конференцияда мұғалімдер командасы кәсіби дағдылардың даму ортасы тақырыбында таратылды. Әр жұма мектебімізде ұлттық құндылықтарды дәріптеу күні. Бұл күні ұстаздарымыздан бастап оқушыларымызға дейін ұлттық киім киіп, сыныптан тыс іс-шаралар ұйымдастырылса, үзілісте ұлттық ойындар ойнатылады. Ата-аналардың педагогикалық және психологиялық мәдениетін арттыру, жауапты позитивті ата-аналарды қолдау мақсатында құрылған ата-аналарды қолдау орталығы балаларды оқыту мен тәрбиелеуде отбасы мен мектептің ынтымақтастығын нығайтуға ықпал етуде. Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибені тарату департаменті биылғы жылы облыстың тірек мектептері арасында буллинг пен кибербуллингтің алдын алу мақсатында Финляндияның Түркия университетінің Киба бағдарламасын апробациядан өткізбек. Сол бағдарламаны жүзеге асыру үшін ұжымды таныстырып, жобаға қатысуға дайындық жасаудамыз. Мектептің дамуын сырттан бақылап қана қоймай, демеушілік жасайтын жандар мен кәсіпкерлердің ісін жеке атап айтуымызға болады. Мектептегі аз қамтылған көп балалы отбасы балалары мен қамқоршылықтағы балаларға мектепке кітап сыйла, мектепке жол акцияларына белсене қатысып, балаларға қуаныш сыйлауда.